Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше болып шығатын мини пиццалардың жасалу жолын ұсынамын. Алғашқы рет жасағаннан мінсіз болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Менің отбасымда таңғалдырған пиццаның бірі, енді жиі жасайтын боламын. Өте жұмсақ болып шығады, оңай жасалады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қамырына керекті заттар ұн, жылы сүт, қант, сұйық май, тұз және ашытқы. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Сонан соң ашытқыны саламыз. Қантты саламыз. Тұзды саламыз. Сұйық майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте електен өткізілген ұнды аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Мен алдын ала ұнды електен өткізіп алдым. Бастапқы кезде қасықпен немесе венчикпен араластырып, ары қарай қолмен илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, бөлме температурасына 40 минутқа қалдырамыз. Достар, менің каналымда жылдам дайын болатын пиццаны жасалу жолы бар, қарап көріңіздер. Ал біз әзірге пиццаға салатын салмасын дайындаймыз. Мен салмасына ірімшік, қызанақ және колбаса қосамын. Салмасын қалауыңызша өзгертіп салсаңыздар да болады. Қызанақ пен колбасаны ұсақтап тураймын. Ірімшікті ұсақ үкіштен өткізіп аламын. Мінекей салмасын дайындап алдым. Келесі кезекте дайын тұрған қамырды алып, теңдей 6 бөлікке бөлеміз. Видеода көрсетілгендей қамырларды дөңгелектеп шығамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса тағы да көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Қамырлардың бетін міндетті түрде жауып қоямыз. Енді дайын болған қамырдың біреуін алып, үстіне басып шығамыз. Оқтау пайдаланбаймыз. 12-15 сантиметрден аспайтындай етіп, қолымызбен ақырындап басып отырып үлкейтеміз. Сонан соң қамырдың шеттерін баспай, видеодағыдай ортасын ғана басып, пиццаның формасын жасаймыз. Барлығын осы видеодағыдай жасайтын болсаңыздар, пиццаның формасы әдемі болып шығады. Барлық қамырды осы видеода көрсетілгендей қайталап шығамыз. Дайын болған қамырларды формаға пергамент қағазын төсеп орналастырамыз. Қамырларды формаға қойғаннан кейін шеттерін баспай, орталарын тағы да басып шықтым. Сонан соң бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Мінекей қамырлар тағы да көтерілді. Келесі кезекте барлық қамырға кетчупты салып, жағып шығамыз. Сіздерге де мини пиццаларды жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Ендігі кезекте барлығына қызанақты салып шығамыз. Сонан соң колбасаны салып шығамыз. Келесі жасайтынымыз майонезді жағамыз. Осы кезде пештеріңізді қосып, 180 градусқа қыздырып қойсаңыздар болады. Келесі кезекте ұсақ үкіштен өткізілген ірімшікті салып шығамыз. Алдын ала қызған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді, жұмсақ болып шығатын мини пиццалар дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де 100% ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер. Алғашқы рет жасағаннан мінсіз болып шығады. Пицца толықтай піседі, шикі болып қалмайды, өте оңай жасалады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.